Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін сіздермен саясаттану пәнінде саяси идеология деген тақырыпты өтетін боламыз. Идеология дегеніміз не? Идеология деген қайдан шыққан? Идеологияның қоғам өміріндегі қызметі қандай? Жалпы қандай идеологиялар бар қоғамда? Және идеология қоғамға қалай әсер етеді? Осы тақырыптарға сендермен қысқаша тоқталып өтетін боламыз. Идеология жалпылама идея және логос деген сөздерден шыққан. Идея, логос дегеніміз ғылым, идея деген енді белгілі бір қоғамда қалыптасқан, жалпы ғалымдар тұрғысынан қалыптастырылған түрлі идеялардың жиынтығы болып табылады. Сондықтан бұл идея, логос дегеніміз, яғни идея туралы түрлі ғылымдар қоғамда негізі қоғамның дамуымен де тығыз байланысты және қоғамдық санамен де тығыз байланысты. Яғни бұны қоғамдық сананы енді бізде саясаттану тақырыбы болғандықтан біз бұны немен байланыстырамыз? Саяси санамен байланыстырамыз. Саяси сана дегеніміз не? Мысалға қазіргі таңда сендер әрқайсың жеке тұлғасыңдар, сендердің әрқайсының нелерің бар? Өзіндік саналарың бар. Солай емес пе? Бірақ бұл әр сананы біз зерттемейміз. Негізі саясаттану саяси сананы негізге алады. Саяси сана дегеніміз не? Мысалға әрқайсының сендердің тұлға ретінде еліміздегі мысалға билікке деген көзқарастарың бар. Солай емес пе? Билікті қалыптастыратын түрлі құрылымдар бар. Сол құрылымдар арасындағы саяси қарым-қатынастарға байланысты көзқарастарың бар. Сендерде, яғни қоғамда қалыптасқан саяси жүйеге байланысты не бар? Белгілі бір пікірлерің, ойларың бар. Сол ойлардың бәрін жиынтығы не болып табылады? Саяси сана болып табылады. Саяси сана тікелей бұл негізі саяси психологиямен де байланысты. Яғни саяси психологияны қалай түсінуге болады? Мысалға, саясатты қоспай сана мен психологияны негізге алып қарайтын болсақ, сананы негізі психология не қылады? Бір адамның, бір тұлғаның санасына психология әсер етеді. Қалай әсер етеді? Мысалға, делік, бір тұлға сүйікті елін жақсы көреді, патриот. Дұрыс па? Психологиялық тұрғыдан өзі сондай бір ой қалыптасқан, сондай бір кісілік келбеті қалыптасқан. Бұндай тұлғада көбінесе қандай сана пайда болады? Елдегі бұған дейінгі қалыптасқан, ата-бабаларынан қалған дәстүр, елдегі қоғамда қалыптасқан дәстүрді сақтап қалу. Солай емес пе? Біз оны саясат тілінде мысалға консервативтік идея дейміз. Консервативтік идея дегеніміз ата-бабадан мұра ретінде қалған түрлі дәстүрлерімізді, түрлі тағы басқа әдеп ғұрыптарды сақтап, сол жүйені жалғастыру. Демек, мысалға саяси тұрғыдан алып қарайтын болсақ, яғни саяси психология, яғни адамның кісілік келбеті, психологиялық келбеті тікелей несіне әсер етеді? Санасына әсер етеді. Санасына әсер еткен нәрсе ол сол тұлғада белгілі бір идея ретінде қалыптасады. Сондықтан, яғни саяси сана тікелей саяси психологиямен байланысты дедік, бірақ саяси сана қоғам ішіндегі, әсіресе саясаттануда идеологиямен де не болып табылады? Тығыз байланысты болып табылады. Яғни идеялар туралы ғылым деп айттық. Бұл негізі идеологияның өзінің, яғни қоғамда қалыптасқан белгілі бір идея. Кім қалыптастырады бұл идеяны? Қоғам ішінде түрлі саяси жүйені алып қарайтын болсаңдар, саяси жүйе дегеніміз не? Саяси жүйе дегеніміз қоғамда билікке қатысты, яғни басқаруға қатысты ықпал етуші негізгі субъектілер болып табылады. Оның ішінде мемлекеттер бар, оның ішінде саяси партиялар бар, оның ішінде мүдделі топтар бар, оның ішінде түрлі қозғалыстар мен бірлестіктер бар. Негізінде. Бірақ сол қоғаммен, мысалы, саяси жүйені сызып көрсететін болсақ, мысалы, қоғам ғой. Дұрыс па? Мынаны қоғам деп қабылдандар. Мынау саяси жүйе деп қабылдандар. Бұл саяси жүйенің ішінде әрине нелер болады? Мемлекет. Енді мемлекет ең негізгі күш қой, солай емес пе? Екіншіден, мысалға, қоғамдық бірлестіктер дейік. Үшіншісі мүдделі топтар дейік. Төртіншісі бұл саяси партиялар деп айтайық.
мысалы қоғам ішінде. Бұларды біз неге таңдап алдық? Өйткені қоғам ішінде негізінде билікпен тығыз байланысты қандай құрылымдар? Көбінесе осы құрылымдар болып табылады. Бірақ бұл құрылымдардың ішінде ең негізгі күшке ие не? Мемлекет. Солай емес пе? Мемлекет негізінде қоғамды басқаруға қарай түрлі жүйелерді қалыптастырады. Мысалға, саяси жүйені негізге ала отырып, қоғам ішінде қандай жүйе қалыптасуы мүмкін? Авторитарлық. Қоғам ішінде қандай жүйе қалыптасуы мүмкін? Тоталитарлық. Қоғам ішінде қандай жүйе қалыптасуы мүмкін? Демократиялық. Солай емес пе? Қалыптасқан осы жүйеге сай мемлекет не қылады? Қоғамды басқарады. Мемлекет қоғамды басқару үшін мемлекетке не қажет? Идея қажет. Түсініп отырсыңдар ма? Идея қажет. Яғни мемлекет бұл идея арқылы не қыла алады? Қоғамға бұл идеяны сіңдіреді. Мемлекет қоғамға идеяны не арқылы сіңдіреді? Ең негізгі құрал не? Идеяларды қалай сіңдіреді қоғамға? Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сіңдіреді. Біз мысалға күніге кемінде бір рет болса бұқаралық ақпарат құралдарын көреміз бе? Обязательно бір телевизор көреміз бе, дұрыс па? Телевизор көрген сайын бізге не қылады? Телевизор арқылы түрлі идеялар бізге сіңдіріледі. Мысалға реклама. Рекламада неге қайта-қайта бір нәрсені көрсете береді? Америкада бір зерттеу жасаған екен. Сол зерттеу негізінде бір ғылыми зерттеу орталық зерттеу жасаған, адам баласының санасына бір нәрсені, білмеймін қалай олар өлшеген, 29 рет бір нәрсені қайта-қайта айта берсең, адам баласында автоматты түрде сол не болып қалады дейді, қалыптасып қалады дейді. Сондықтан рекламада қайта-қайта бір нәрсені не қыла береді, адамдарға көрсете береді, ол не болады? Сенің санаңда не қылады? Сінеді. Дәл сол сияқты, яғни қоғам, мемлекет қоғамды басқару үшін, қоғамды белгілі бір мақсатқа жұмылдыру үшін не қылады? Түрлі идеяларды қалыптастырады. Сол идеяларды не қылады? Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қоғамға сіңдіреді. Түсінікті ғой? Сондықтан дүние жүзіндегі мемлекеттердің басым бөлігі бұқаралық ақпарат құралдарын көбінесе не істейді? Бақылауда ұстайды. Өйткені ол ең маңызды құрал. Егер бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттің меншігінде емес, жеке меншікке өтіп кететін болса, онда бұл бұқаралық ақпарат құралдары кімнің мүддесіне жұмыс істеуі мүмкін? Сол тұлғалардың жеке меншіктің қызмет жасауы мүмкін. Ал ол жеке меншік өз мүддесіне сай бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қоғамда не қылуы мүмкін? Манипуляция жасауы мүмкін. Түсінесіңдер ме? Бұл манипуляция қоғамда неге әкеп соқтырады? Көбінесе тұрақсыздыққа әкеп соқтырады. Сондықтан белгілі бір идея қалыптастырып, біз ол идеяны енді саясатпен байланысты болғандықтан идеология деп айтамыз. Сол идеология арқылы мемлекет қоғамға не қылады? Бұқаралық ақпарат құралдары бұл идеяларды сіңдіреді. Тек қана мемлекет пе? Әрине жоқ. Қоғам ішінде билікке ұмтылушы негізгі ұйымдар бар. Сол ұйымдардың біреуі саяси партиялар. Саяси партияларды басқа да қоғамдық бірлестіктерден, басқа да мүдделі топтардан ажырататын ең негізгі ерекшелігі саяси партиялар неге ұмтылады? Билікке ұмтылады. Енді саяси партиялар билікке ұмтылған кезде не қылу керек? Өзіне қоғамды қарату керек. Солай емес пе? Саяси партиялар қоғамға өзіне қарату үшін не қылады? Оларды түрлі идеологияларға сүйенеді. Мысалға саяси партияларды алып қарасаңдар бағдарламаларын. Бұл бағдарламалардың бәрінде не істелінген? Түрлі идеологиялық алғышарттар бар. Мысалы, кейбір партиялар айтады, біз либералдық идеологияны жақтаймыз дейді. Кейбір партиялар бар, біз консервативтік идеологияны қолдаймыз дейді. Кейбір партиялар бар, не дейді? Біз, мысалға, социал-демократиялық идеологияны құптаймыз дейді. Көп қой, мысалы, коммунистік идеологияны құптайтын нелер бар. Демек, қоғамда жалпы қандай сана, саяси сана қалыптасқан, сол саяси санаға сәйкес партиялар қоғамның қолдауын алу үшін не қылады? Түрлі идеяларды қалыптастырады. Ол идеялардың жиынтығын біз не дейміз? Идеология деп айтамыз. Мысалға,
Былай алып қараңдаршы, мысалы дүние жүзінде қазір қоғам тұрғысына алып қарасаңдар, бір-бірінен өзгеше саяси сана сезімге ие қоғамдар бар. Солай емес пе? Мысалға, араб мемлекеттерін алып қарасаңдар, олар көбінесе дәстүрге, дінге негізделген. Солай емес пе? Мысалға, делік, бұндай бір мемлекетте саяси партия құрылып жатыр. Саяси партияның мақсаты билікке жету. Мысалы, бір араб мемлекетін айтайық. Енді саяси партия құрылып жатып, бұл қоғамды өзіне қарату үшін батыстық бір либералдық идеямен алға шықса, ондай партияны қоғам, ондай идеяны қоғам қолдай ма? Қолдамайды. Солай емес пе? Ол қандай пікірмен алға шығу керек? Консервативтік идеямен. Яғни қоғамда бар болған дәстүрді сақтау, әдеп ғұрыптарды сақтау арқылы. Солай емес пе? Мысалы, араб елдерінде қарасаңдар, билік көбінесе әкеден балаға мұра ретінде өтеді. Солай емес пе? Ал қоғам бұл жүйені не қылып жатыр? Мойындап жатыр. Қарсы шығып жатқан жоқ. Демек, билік не? Билік легитимді, яғни заңды деген сөз. Сондықтан идея қалыптастырған кезде, негізі идеология қалыптасқан кезде не негізге алынады? Қоғамдағы саяси сана негізге алынады. Одан бөлек қоғамда қалыптасқан дәстүр негізге алынады. Әдеп ғұрып негізге алынады. Мысалға, әдеп ғұрыпқа қатты берілген бір елге батыстық идеямен бар, батыстық либералдық идеяны енгізгің келсе, ондай идеяларға ол қоғам не қыла бастайды? Қарсы шыға бастайды. Керісінше, ол жерде не пайда болады? Шиеленіс пайда болады. Дәл сондай либералдық, яғни ашық қоғам идеясына сүйенген, жеке меншік идеяны алға тартқан бір қоғамға барып сен тотальдық, яғни тоталитарлық жүйені апарып енгізетін болсаң, ол қоғамда не болады? Ондай пікірлерді, идеяларды қабылдамайды, керісінше оларға қарсы шығады, сөйтіп араларында түрлі шиеленістер пайда болуы мүмкін. Сондықтан саяси сана, бір қоғамдағы әдеп ғұрып қалыптасқан ой өріс саяси идеологияның қалыптасуында ең маңызды роль атқарады. Біз жаңағыны айттық, енді идеологияның, саяси идеологияның өзінде қызметтері бар дедік. Негізінде жаңағыны түсіндіріп те айттым, идеология бір қоғамда белгілі бір идея қалыптастырғаннан не қылады? Ол қоғамды сол идеяның маңайына шоғырландырады, жұмылдырады. Демек, саяси идеологияның ең негізгі қызметіне біріншісі қоғамды маңайында жұмылдыра білу. Одан бөлек, жұмылдырып қана қоймай, не қылады? Қоғамды белгілі бір іс-әрекетке көшуін қамтамасыз етеді. Яғни идея бар, қоғам жұмылды, одан кейін ол мақсатқа жету үшін не қылады? Қоғамды іс-әрекетке көштіреді. Яғни іске тарту негізі белгілі бір қызметі бар саяси идеологияның. Бұдан бөлек саяси идеологияның бағалау қызметі бар. Яғни бір қоғамда қалыптасқан идеологияны қарау арқылы, немесе оны зерттеу арқылы, ол қоғам қалай басқарылып жатыр? Яғни тоталитарлық жүйемен басқарылып жатыр ма, демократиялық жүйемен басқарылып жатыр ма, оны танып білуге болады. Дүние жүзінде енді көптеген, енді идеологиялар көп қой, тарихи тұрғыдан көптеген идеялар қалыптасқан, бірақ негізінде алып қарайтын болсақ, негізгі идеялар бар. Негізі идеологияны ғылым тіліне ең алғаш енгізген Дестют де Трасси деген ғалым болған. Ол ғалым идеологияны қазіргі мағынада емес, ол негізі бұл идея қайдан шығады? Бұл шыққан идеялар тұлғаға, қоғамға қалай әсер етеді, соны негізге алып зерттейтін болады. Бірақ уақыт өте келе, бұл Дестют де Трассиның пікірлері саясаттану ғылымына, әлеуметтану ғылымына ену арқылы не болады? Ол кең ауқымды қарастырылады. Яғни идея, идеология бір қоғамға бағдар беретін, бір қоғамдық тәртіпті мысалға анықтайтын, қоғамды белгілі бір мақсатқа жұмылдыратын идеялардың жиынтығы ретінде қарастырылады. Сондықтан идеология жалпы қоғамда соған сай түрлі идеялар қалыптасады. Қалыптастырған жалпы идеяларды алып қарайтын болсақ, енді қазіргі таңда мысалға бұны екіге бөліп те қарауға болады.
әлемдік деңгейдегі саясатты да негізге ала отырып, мысалға, біз қай жылы тәуелсіздігімізді алдық? 16 желтоқсан 1991 жылы, солай емес пе? Енді 91-ге дейін дүние жүзіндегі әлем қандай болды? Мысалға, бір әлемді сызып көрсетейік. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлем неге бөлінді? Екіге бөлінді. Солай емес пе? Әрине, үшінші дүние елдері де болатын, бірақ ықпал тұрғысынан екі негізгі бөлікке бөлінетін. Солай емес пе? Идеологиялық тұрғыдан да екі негізгі тұлға қалыптасты деп, саяси сана сезім қалыптасты деп қабылдаңдар. Қандай? Біріншісі, бір жағында демократиялық, либералдық идеяға негізделген мемлекеттер бар еді, дұрыс па? Ал екінші жағында коммунистік, дұрыс па? Жүйеге и әрине енді тоталитарлық коммунистік жүйеге негізделген елдер болады. Бұл 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемдік деңгейде қалыптасқан идея. Яғни дүниенің мына бетінде қандай идеямен басқарылғандығын либералдық. Либерализм деген не? Либерализм негізі кім қалаған? Либерализм негізі Адам Смит, Монтескье, тағы басқа көптеген батыс ғалымдарының идеясы негізінде қалыптасқан бір идеология. Бұл идеология дегенімізді түсініп жатсыңдар ғой, иә? Қоғамға әсер етуші идеялардың жиынтығы. Мысалға, либерализмнің өзегінде не бар? Негізінде жеке меншік бар. Либерализм идеясының негізінде не бар? Бостандық. Либерализм идеясының негізінде мемлекеттің, қоғамның басқа да құрылымдарға араласпау идеясы негіз алады. Демек, либералистік идеяға сүйенген мемлекеттердің көбісі қандай жүйемен басқарылады? Демократиялық жүйемен басқарылады. Себебі бұл жерде бостандық бар, бұл жерде жекеменшік бар, бұл жерде сайлау жүйесі бар, әрине бұл жерде тағы басқа демократиялық жүйенің негізгі алғы шарттары болып табылатын идеялар қалыптасқан. Сол идеялардың жиынтығын біз не деп айтамыз? Либералдық идеология деп айтамыз. Ал екінші жақта коммунистік идеологиямен басқарылған жүйе бар. Коммунистік идеология либералдық жүйеден өзгешелігі не? Мысалға, либералдық жүйеде жеке меншік болғандықтан бұл жерде капитал маңызды рөл ойнайды. Демократия либералдық жүйеде. Капитал бар жерде не бар? Капитал бар жерде теңсіздік бар. Теңсіздік дегеніміз не? Демек, либералдық жүйеде бай да бар, кедей де бар. Соны негізге алып, коммунистік идеология, оның негізін салушы Карл Маркс, енді Фридрих Энгельс және Ленин дамытқан болатын. Олар қандай бір идея қалыптастырады? Қоғамда тапқа негізделген идея қалыптастырады. Яғни олар коммунистік идеология не дейді? Либералдық елдерде, көбінесе жеке меншігі бар елдерде, қоғамда әрине бай тап болады дейді, одан кейін кедей тап болады дейді. Коммунистік идеология негізі кедей тапты енді жұмысшы тап деп қарастырады. Жұмысшы таптың билігін не қылады? Өсуін қалайды. Сондықтан негізі коммунистік идеологияның өзегінде, негізі өзі утопистік бір идея болып табылады. Коммунистік идеологияда негізі мемлекет деген құрылым көбінесе жұмысшы таптың билігін күшейту үшін бір құрал ретінде қарастырылады. Яғни коммунистік идеологияда мысалға жеке меншік деген нәрсе жоқ. Не бар бұған қарсы? Коллективизм дейді. Коллективтік ой өріс алға тартады. Яғни либералдық
мысалға идеяда тұлға өзінің жеке мүддесіне жұмыс істесе, коммунистік идеологияда тұлға өзі үшін емес, кім үшін жұмыс істеу керек? Коллективке, қоғам үшін жұмыс істеу керек. Яғни көрдіңдер ме, қандай идея қалыптастырған, және бұл идея неге қоғамға санасына әсер етеді. Яғни бұл жүйеде тұлға өзіне емес, коммунистік жүйеде кімге жұмыс жасайды? Қоғамға. Менде болмасын, қоғамда болсын. Ал либералдық идеяға сүйенген мемлекеттерде не болады? Керісінше, менде көбірек болсын, жеке меншік. Енді жалпылама, мысалға коллективтік. Одан бөлек, мысалға либералдық жүйеде мемлекет негізі нарықтық жүйеге араласпайды. Яғни либералдық жүйеде экономика қандай болып табылады? Нарықтық жүйе негізінде қалыптасады. Ал коммунистік жүйеде қандай болып табылады? Жоспарлы. Яғни экономика жоспарлы идеяға негізделеді. Барлық нәрсе 5 жылдық жоспары мүмкін, 3 жылдық жоспары мүмкін. Жоспарға негізделіп, кімнің бақылауында? Мемлекеттің бақылауында. Ал либералдық жүйеде көбінесе нарықта не? Жеке меншік болғандықтан мемлекет әрине белгілі бір деңгейде бақылауда ұстайды, бірақ айтарлықтай деңгейде емес. Енді 1991 жылы бұл жүйе не болды? Ыдырады. Екі полюсті жүйе дейді халықаралық саясатта. Бір жақта кім? Американың басшылығындағы демократиялық либералдық, екінші жағынан Ресейдің басшылығында коммунистік жүйе қалыптасады. Бұл жүйе 91 жылы ыдырағаннан кейін әлемдік деңгейге қандай жүйе дами неғыла бастады? Кең ауқымды жайыла бастады. Демократиялық, либералдық жүйе дами бастады. Мысалға біз өзіміз 1991-ге дейін қай жүйенің ішінде едік? Мынау жүйенің ішінде едік. Дұрыс па? Бұл жүйеде өмір сүрген тұлға менде болмасын, қоғамда болсын деген идеямен өскен тұлғалар. Мысалға біз өзіміздің әке-шешелерімізді, ата-бабаларымызды көрсек, олар бізден өзгеше. Енді 91-ден кейін мынау жүйе дамығандықтан, дұрыс па? Сендер қай жыл тудыңдар? 2000-нан кейін, дұрыс па? Демек, сендер қай жүйеде тудыңдар? Мынау жүйенің няха енген кезінде тудыңдар. Дұрыс па? Ал бұл жүйе жана не дедік? Жеке меншік. Жеке меншік бұл қандай идеямен сендер қазір өсіп жатсыңдар? Көбінесе жеке меншік идеямен, яғни ең алдымен өзімізде, одан кейін деген идеямен. Демек, бұл идея қалыптасқаннан кейін, қазіргі таңда біз бұндай идеяны не дейміз? Қандай идеология дейміз? Либералдық идеология. Қазіргі таңда бізде, әрине, осы либералдық идеологияға басым, бізде жеке меншік бар, бізде бостандық бар, бізде нарықтық экономика жүйесі сүйенген, біздің жалпы идеямыз осы тұрғыдан қалыптасқан. Яғни либералдық, тағы айтам, идеологияның негізінде жеке меншік, бостандық, азаматтық, қоғам қалыптастыру идеялары жатады. Яғни бұл жерде көбінесе демократиялық саяси жүйеге негізделген бір жүйе болып табылады. Ал коммунистік жүйе ыдырағаннан кейін біз енді осы жүйеге өттік. Қазір бізде толыққанды либералдық жүйе қалыптасып келе жатыр. Бұл негізгі екі идеология, яғни либералдық, коммунистік. Енді бұдан бұрын, мысалы, коммунистік идеология қашан қалыптасты? Негізі дүние жүзінде ол ыдырады ғой негізі. 1991 жылы ыдырады. Екінші дүниелік соғыстан кейін коммунистік идеология күшейе бастады әлемдік деңгейде. Бірақ оған дейін, яғни бірінші дүниелік соғыспен мысалға, екінші дүниелік соғысты алып қарайтын болсаңдар, ол дәуірде де ықпалды күшті елдер болады Европада. Ол жерде де белгілі бір идеялар қалыптасқан. Мысалға, ол дәуірде фашистік, нацистік идеологиялар қалыптасқан. Солай емес па? Мысалға, ол дәуірде Муссолини, Италия, дұрыс па? Гитлер, Германия. Мысалы, Гитлер өзінің Mein Kampf деген несін жазған? Кітабын жазған. Менің күресім. Бұл кітабында ол көптеген идеяларды алға тартады. Сол идеялардың біреуі, ол не қылады? Өзінің ұлтын басқа ұлттардан
жоғары ұстайды. Бір идея ғой. Одан кейін бұл Гитлер мысалға нацистік билік 1939 жылы, негізі 33 жылы енді билікте ішкі саяси жүйеде күшейе бастайды. Солай емес пе? Күшейіп, билікке келіп 39 жылы не қылады? Уже Европада басқа елдерді жаулай бастайды. Яғни бұндай идеяны біз не дейміз? Өзінің ұлтын басқа да ұлттардан жоғары ұстайтын идеологияны біз не дейміз? Нацистік, фашистік идеология дейміз. Бұндай идеяға сүйенген мемлекеттерде не бар? Бар. Ондай елдер көбінесе қандай жүйемен басқарылады? Тоталитарлық жүйемен басқарылады. Неге? Тоталитарлық жүйемен, өйткені мысалға сен өзінің ұлтыңды басқа ұлттардан жоғары көретін болсаң, басқа ұлттар оған не қылмайды? Келіспейді. Сондықтан басқа ұлттармен ол ұлттар арасында не болуы мүмкін? Шиеленіс пайда болуы мүмкін. Мысалға фашистік режимді алатын болсақ, фашистік режим толыққанды тоталитарлық режим. Яғни тек қана қысым көрсету арқылы, тек қана барлық саланы бақылау арқылы мемлекеттің жалпы өзінің фашистік идеологияны не қылған? Халыққа сіндірген. Өз жерде ол уақытта мысалға оның идеясына қарсы шыққан немістер де болған. Бірақ олар не қылған? Күштеп ол идеяны не қылған? Халыққа сіндірген. Бұндай идеологияны біз не дейміз? Бұндай идеологияны біз фашистік идеология дейміз. Қазіргі таңда енді әлемдік деңгейде бұндай идеологиялар жоқ. Көбінесе елдердің басым бөлігі бір-біріне тәуелді болғандықтан, тәуелділік факторы маңызды рөл атқарғандықтан, дүниежүзіндегі мемлекеттердің басым бөлігі қандай жүйемен басқарылып жатыр? Қандай идеямен, либералдық идеямен және демократиялық жүйемен басқарылып жатыр. Сондықтан, құрметті студенттер, жалпы бүгінгі сабақта біз қысқаша осы идеология туралы сөз қозғадық. Сұрақтарың бар ма?